Сәлем достар, сіздермен бүгін самса жасаймыз. Бізге керекті тестаға ұн, тұзды су және 2 жұмыртқа, сливочный май 200 грамм. Қамыр илейміз. Farş, piyaz, tuzun, buruşun қосып араластырамыз. Жарты сағатқа тестаны қойып қоямыз. Сосын осы бөліктерге бөліп 27-28 граммға өлшеп бәрін домалақтап қоямыз. Сосын осылай жайып самсамызды түйеміз. Жұмыртқаның сарысын жағып, духовкада 180-200 градуста пісіреміз. Духовкаларыңызға байланысты ол енді 25-30 минутта піседі. Ас болсын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.